Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдармандар. Эфирде Жан дауыс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгін біз ерекше саяхатқа шығамыз. Бұл саяхатта біз жаңа жерлерде емес, өзімізді зерттейміз. Әрқайсымыздың өмірімізде бір үлкен сұрақ бар. Мен кіммін? Осы сұраққа жауап іздеу ең маңызды саяхат. Қызығы сол, өзіңді табу үшін біреулер мыңдаған шақырымды артқа тастап саяхатқа шығады. Ал біреулер тыныш бөлмеде отырып-ақ үлкен өзгерістер жасайды. Бірақ бұл саяхат оңай емес. Бүгін біз өзіңді тану үшін 3 маңызды қадам туралы сөйлесетін боламыз. Эфир соңында өз өміріңіз туралы тың ойларға шабыттанып қайтасыз деген ойдамын. Өмір қарбаласында біз өзімізді жоғалтып алатын сәттер жиі болады. Таң атады, жұмыс басталады, күн батады, ал өзіміз үшін маңызды сәттер артта қалады. Осылай күндер өтіп жатады. Бірақ бір күн өзіңе мен не істеп жүрмін? Осы таңдаулар мені бақытқа жетелей ме деп сұрау өте маңызды. Бір қызық дерекпен бөлісе кетсем, статистика бойынша адамдардың көпшілігі ең маңызды шешімдерді өз өмірін тоқтатып, терең ойланған сәттерінде қабылдайды екен. Мысалы, белгілі жазушы Харуки Мураками жазушылыққа бет бұру үшін күнделікті жұмысын тастап, өзін 1 жылға шығармашылық ізденіске арнаған. Сенің өміріңдегі тоқтап ойланатын сәттер қандай? Егер ондай уақыт болмаса, дәл қазірден бастап өзің үшін 5 минуттық тыныштық сыйлап көр. Алғашқы қадам осы, өзіңді тануға деген шешім қабылдау. Бұл қиын болуы мүмкін, бірақ әрбір жаңа бастама ішкі сұрақтардан басталады. Келесі қадам өз таңдауларыңды басқалардың емес, өз жүрегіңнің қалауына сүйеніп жасау. Біздің қоғамда мынау дұрыс, мынау бұрыс деген көзқарастар өте көп. Біреудің сөзіне еріп, өз арманымызды ұмытып кететініміз өте өкінішті. Мысалы, зерттеулерде көрсеткендей, адамдардың 70% өз мамандығын таңдарда басқалардың пікіріне сүйенеді екен. Бірақ өз өміріңе тек сен ғана жауапты болғандықтан, басты шешімді де өзің қабылдауың керек. Бұл шешімге келгенде кедергі өте көп болады. Мен дұрыс істеп жатырмын ба деген сұрақтар туындайды. Бірақ егер таңдауың жүрегіңнен шықса, ол таңдаудың құны арта түседі. Өзіңе шынайы болу ең батыл қадамдардың бірі. Бүгін өзіңе сұрақ қойып, шынайы жауап беруге тырысып көр. Көптеген адамдар өзін іздеу жолында жеке бақытын ғана ойлайды. Бірақ кейде бақыттың кілті басқаларға көмектесуде. Біреуге жақсылық жасаған сайын өзіңнің ішкі әлеміңде тазарады. Бір қызық оқиғамен бөлісе кетейін. Осы тұрғыда Үндістандағы бір ғибадатханада адамдар медитация жасаумен қатар көмекке мұқтаж жандарға күн сайын тамақ таратады екен. Сондағы қатысушылардың айтуынша, олар өздерін сол қызмет арқылы ғана толыққанды сезіне бастайды екен. Мұнымен айтқымыз келгені, басқаларға көмектесу тек үлкен істерден тұрмайды. Ол қарапайым әрекеттерден басталуы мүмкін. Жақыныңа жылы сөз айту, досыңның мәселесін тыңдау, немесе бөтен адамға жымию. Осындай кішкентай бірақ маңызды әрекеттер өзіңді табуға жақындатады. Біздің өмірімізде мән іздеу жолдары көп, бірақ ең терең әрі шынайы мән өзгелерге жақсылық жасаудан басталатыны анық. Сондықтан бүгін біреуге көмектесіп көріңізші. Сонымен бүгін біз өзіңді табудың 3 маңызды қадамына тоқталдық. Алдымен тоқтап, өзіңе сұрақ қою, сосын жүрегіңді тыңдау. Соңында басқаларға көмектесу арқылы өзіңнің шынайы болмысыңды ашу. Өзіңді табу саяхаты бұл өмір бойы жалғасатын процесс. Бірақ әрбір кішкентай қадам үлкен өзгерістерге бастау болатынын ұмытпаңыз. Сіздермен бірге эфирде болған Жан дауыс бағдарламасы өзіңізге уақыт бөліп, өз өміріңіздің басты кейіпкері болуды ұмытпаңыз. Сізбен келесі бағдарламада кездескенше аман саулықта болыңыздар.